Сәлем достар, біздер Сүттіқұдық ауылындамыз. Жастар Лайф санының кезекті шығарылымы. Ертеректе сонау Тақыр даланың Сайын дала төсіндегі бетінде көл орналасқандықтан Тақыр көл атанып кеткен бұрынғы атауы. Қазіргі таңда Сүттіқұдық деп аталатын ауылдың жастары 2019 жылға қандай дайындықта? Жалпы жастардың тыныс-тіршілігі қалай? Соны бірге білу үшін біз келесі шығарылымды арнайтын боламыз. Ханым, жалпы Сүттіқұдық ауылында неше жас бар және де олар не нәрсеге қызығады? Бізде бүгінде ауылымызда 576 жас бар. 576 жасымыз енді мәдени көпшілік шаралардан бөлек спорттық шараларға қатысады. Одан бөлек жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында спорт кешені мен үйірмелер жұмыс жасауда. Қандай дүниелерді мақсат қойып отырсыздар? Сұрағыңызға рахмет. Бізде 2019-ға жоспарымыз өте көп. Соның ең бастысы бізде жаңағы ауылдағы жастар арасында шаруа қожалықтарымен айналысатын, өз кәсібін бастайтын жастарға барынша жағдай жасағымыз келіп отыр. Сол мақсатта жастарды кәсіпкерлікке баулайын деп отырмыз. Сонымен қатар тағы бір мәселе айта кететін, спортқа жаңағы жастар арасында спорттың кеңінен таралуына байланысты ауылдағы спорт алаңқайын жөндеуден өткізуді біз әкімнен сұрап отырмыз. Жүрегі талай топ көрген, білегі күшпен сертелген, шыққандағы асқар шекпенмен жігері жанға от берген. Белдескен жанды бес бұрап, боз кілемге кеп бөктерген, сендердей батыр шығар тек тәуелсіз біздің тектелде. Жігітке сай боп әрісі, жарасқан айла әдісі, жауырыны жерге тимеген ардақты алаш арысы, бойында қаны қайнаған қазақтың сендер барысы. Мен бос уақытында еркін күреспен айналсам, менің арманым Олимпиада чемпион болғым келеді. Мен бос уақытымда иллюзия үйірмесіне қатысамын. Маған иллюзияны Айна Ишанова апайым үйретеді. Мен Айна Ишанова апайыма өз алғысымды білдіремін. Біздің ұжым, яғни Жаңақорған ауданы Сүттіқұдық ауылы нөмір 52-ші Бегайдар Аралбаев атындағы мектеп ұжымы осы елбасымыздың жолдауын ерекше ықыласпен қабылдадық. Бұл орайда өткен Қызылорда қаласында жолдау өрлеу өзегі атты елбасымыздың жолдауын насихаттау барысында ол осы сайысқа біздің ауданнан 8 аудан қатысып, біз бірінші орынды жеңіп алдық. Нәтижесінде біз Көкшетауға тегін жолдамамен демалып қайттық. Елбасымыздың осы жастарға көрсетіп отырған қолдауы біз сияқты жастарды одан әрі талмай еліміздің болашағы үшін еңбек етуге үлкен күш-жігер берері сөзсіз. Біз елбасымыздың саясатын қолдаймыз. Жастар Лайф жобасының кезекті шығарылымы аяқталды. Біз көрген Сүттіқұдық ауылындағы керемет жарқын жобалар мен жарқын істерге және де керемет жоспарларға қанық болдық. Сонымен достар, келесі шығарылымда кездескенше қош, сау болыңыздар.